Мен 94 алу 38 өрнегін есептеудің оңай тәсілін білем. Біріншіден, 94-ке 4-ті қосамыз. Нәтижесі 98-ге тең болады. Бұл екі санның бірліктерінің цифрларын бірдей қылу үшін жасалған амал. Енді 98-ден 38-ді оңай азайтуға болады. Кейін шыққан нәтижеден 60-тан бастапқы қосқан 4-ті алып тастаймыз. Шешімі 56-ға тең болады. Ал мен басқа бір тәсілді білемін. 38-ді 34-пен 4-тің қосындысы ретінде азайтамыз. Азайту амалын орындаудың тағы бір оңай тәсілі бар. 38 санын 3 ондық пен 8 бірлікке жіктейміз. Кейін алдымен ондықтарды, содан кейін бірліктерді азайтамыз. Мен тағы да бір тәсіл білемін. 38 саны 40 санынан 2-ге кем. Ендеше 94-тен 40-ты азайтып, содан кейін бастапқы қосқан 2-ні қоса саламыз.